Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен бүгін Алматы қаласы Әуезов ауданы нөмірі 122 жалпы білім беретін мектептің музыка пәні мұғалімі Ербатырова Гүлнар Бақытжанқызы. Бүгін өзімнің авторлық бағдарламамды тарату мақсатында бас қосып отырмын. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы қазақтың ұлттық аспаптарын насихаттау. Бағдарламаның аптасына бір рет 34 сағатқа арналып жасалынған. Бағдарламаның жалпы қысқа мерзімді жоспарына дейін барлығы түгел жасалынған. Бағдарламаның мақсаты ұлттық аспабымыз домбыраны тәрбие құралы ретінде пайдаланып, оқушыларды өнер сүйгіштікке баулу, отансүйгіш, ұлтжанды, жан-жақты дамыған жеке тұлға етіп тәрбиелеу, ұлттық аспаптарымызды, оның ішінде домбыраны құрметтеуге үйрету, сол арқылы ұлттық салт-дәстүрімізді насихаттау, ұлтымыздың болашағының жарқын болуына атсалысу, еліміздің болашағы жастардың өздерінде деген сенімдерін нығайту. Бағдарламаның міндеттері ұлттық аспаптарымызды танып білуге, құрметтеуге үйрету, домбыра аспабының әрбір үйдің қастерлі мүлкіне айналуына қол жеткізу, үйірме мүшелерінің музыкалық сауатын арттыру, аспапта ойнау шеберлігін шыңдау, домбырада жеке және топқа қосылып ойнауға дағдыландыру. Жалпы бағдарламаның өзектілігіне келетін болсақ, авторлық бағдарламамыздың өзектілігіне келетін болсақ, негізгі жалпы білім берудің мемлекеттік білім стандартының талаптарына және білім беру мекемесінің орта мектептің негізгі білім беру бағдарламасының талаптарына сәйкес жасалынған, балалардың функционалдық сауаттылығын арттырып дамытады және оларды өз бетімен және үздіксіз өзі жетілдіріп, әрі қарай тәрбиелеуге және білім берудің басқа салаларында практикада қолдануға дайындайды. Оқу іс-әрекетінде интегративті тәсіл жүзеге асады. Содан сәйкес балаларды оқыту, тәрбиелеу мен дамытудың күрделі міндеттері сабақта және өзіндік жұмыста орын алады. Оқытудың құзыреттілікке бағдарлануы прагматикалық сипаттағы педагогикалық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Балаларды нақты әлемде шебер жұмыс жасауға дайындайды. Бағдарламада балалардың білімін тереңдетіп, сауаттылық дағдысын қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар, балалардың білім, білік дағдыларын қалыптастырумен қатар өмірге деген көзқарасын өзгертіп, шешуші рөл атқарады. Аталған авторлық бағдарламаның әзірленуі барлық талаптарға сай жасалынған. Менің жалпы қолданып отырған бағдарламамнан күтілетін нәтижелерім: оқушылар үйірмеде алған білімдерін күнделікті тұрмысқа практика жүзінде пайдалана алуға, өз беттерімен домбыра тартуға, білім қорларын молайтуға, музыка оқулықтарымен жұмыс жасауға үйренеді. Менің мынау суретте жалпы балаларға ұлттық музыкалық аспаптардың түрлерімен таныстырдым. Және осы үйірмеде балаларға көптеген концерттерге, шығармашылық жұмыстарын дамыту үшін көптеген концерттерге балаларды алып шығып, балаларға өз өнерін көрсетуге мүмкіндік ашып отырмын. Мынау балалардың өзіміздің мектепте, мектеп-ішілік үлкен іс-шара, қалалық семинар өткізілгенде балалардың сол семинарда жұмыстарын көрсетуі. Назарларыңызға рахмет. Жақсы.
Гүлнар Бақытжанова жекелеген балаларды лауреат атандырған, қаншама оркестр шығарған мықты маман, педагог, шеберге тапсырып отыр. Сәттілік. Гүлнар Жүнісжібек Қожанөглер, ол да өзінің оқушыларын қандай керемет қылып жасап, бізге әрбір семинарға барған кезде өзінің хор, кішкентай хор балалар деген өзі сүп сүйкімді мінездерімен айтады да, эмоцияны беріп айтады. Ол да хордың иесі. Әрбір адам, мен мысалы үшін соған айтамын да, хордың жетекшісі болған кейін, хор туралы авторлық бағдарлама жасаған кейін, соның иесі болыңыздар.